Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді болып шығатын, жаздың нағыз аптап ыстығында шөлді басатын сусынның бірі, яғни мохито сусынның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Сусынды біз спрайтсыз қарапайым жолмен дайындайтын боламыз. Менің алдағы уақытта рецепттерімді жіберіп алмау үшін арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен мята қажет, лимон қажет, лайм қажет. Ең алдымен мятаны сабағының жапырақтарын ажыратып аламыз. Себебі қазір блендерге салғанға. Сосын лимонның жартысын кесіп аламыз. Лаймдың жартысын кесіп аламыз. Қабығын ашып, жақсылап қабығын ашып аламыз. Осылай. Лимонымызды дәл осылай қабығын ашымыз. Қабығын ашып алдық. Енді блендерге салып жақсылап езіп аламыз. Яғни бұл бізде спрайтсыз дайындалатын мохито болады. Блендерімізді езіп алдық. Енді блендерімізден алып, ситодан өткіземіз. Яғни менде осындай графинге сүземін. Ситомызды графиннің үстіне қойып, сүзіп аламыз жақсылап. Осылай жақсылап сүзіп алған соң, үстіне 200 грамдай шекеріміз саламыз. Менде осындай газды сусын, яғни бұл спрайтсыз жасалынатын болғандықтан осындай газды сусын қосамыз, салқын. Қасықпен араластырып аламыз шекерін ерігенше. Бағанағы жарты лимон мен жарты лаймды бөлшектерге бөлеміз. Осылай бөліп шығамыз. Бөлшектерге бөлген. Мұздастықшта арнайы осындай
мұздар дайындап қойғам алдын ала. Сіздер де осылай дайындап ішулеріңізге болады. Алдын ала алуға болмайды, себебі қазір күн ыстық, еріп кетеді. Осылай мұз бөлшектерін саламыз. Нағыз қазіргі күн ыстықта ішетін сусын болды. Сусынымыз дайын болды. Енді осындай арнайы стаканға құйып іше берсеңіздер болады. Лимон мен лайм миятамызды осылай жапырақтарын алып шығамыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Керемет, нағыз жаздың аптап ыстығында дайындалатын сусынды жасап көруге кеңес берер едім. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен болған Қаламқас.